Бұл қанішер тергеушілерден өзін Шыңғысхан деп атауды талап еткен. Бірақ оны бұлай атауға негіз болған жоқ. Себебі ол қазақ та, моңғол да емес, ұйғыр ұлтының өкілі болатын. Аты жөні Руслан Хамаров. 3 жыл ішінде, яғни 2000 және 2003 жылдары Украинаның Бердянск қаласында 11 қыз келіншекті айуандықпен өлтірген. Сорақысы, ол мәйіттермен жыныстық қатынасқа түсетін болыпты. Құрбандарының ең кішісі 17 жаста болса, ең үлкені 47 жаста. Қылмыс әдісі бір сарынды. Ол саябақтарда немесе түнгі клубтарда қыздармен танысып, үйіне алып келетін болған. Сөйтіп жыныстық қатынасқа түскен соң, құрбанды пышақпен немесе балғамен ұрып мерт қылатын. Сосын мәйітімен де қосылатын болыпты. Айта кетерлігі, ол үйіне алып келген қыздардың бәрін өлтірмеген екен. Сөзінше, 3 жыл ішінде 40 шақты қыздарды алып келген, бірақ 11-ін ғана өлтіруге мәжбүр болыпты. Себебі киінулі кезде бәрі әдемі. Ал шешінгенде біреуінің кішкентай қарыны бар, біреуінің жүні бар. Бұл жайт оның ызасын туғызатын болған. Сөйтіп құрбандарының мәйіттерін төсек жаймасымен орап, үйінің ауласындағы тереңдігі 8 метр канализация құдығына тастап жүрген. Нәтижесінде ол 2003 жылдың 1 наурызында кездейсоқ ұсталып қалыпты. Көршілесі үйде тұратын зейнеткерлер кісі қолынан қаза тапқандықтан, сақшылар көрші қолаңды жауапқа алып жүреді. Сөйтіп Хамаровтың үйіне келгенде, әшкере болдым деп ойлап, қылмыстарын мойындап қойыпты. Тергеу барысында Хамаров еш өкініш білдірмейді. Керісінше, қылмыстарын мақтан тұтатынын айтқан. Сондай-ақ, тергеушілермен сұхбат алған журналистерден өзін Шыңғысхан деп атауды талап ететін. Яғни қылмыстық іс құжаттары мен газет-журналдарда әйгілі моңғол ханның атымен аталуды қалайды. Бірақ оның талабы орындалған жоқ. 2004 жылы 31 жастағы Руслан Хамаров өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпағайсыздар.